Мемлекеттік қызмет көрсетуге қатысты былтырғы жылы 114 мыңнан астам заң бұзушылық анықталды. 600-ден астам қызметкерге айыппұлдар салынды. Бұл туралы бүгінгі мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері жөніндегі брифингте Мұрат Байланов айтты. Сөзінше көбінесе заң бұзушылықтардың 80% артық құжатты талап етуге байланысты көрінеді. Атап айтқандай, агенттік 20 жылы 410 хаттама толтырып, 174 лауазым тұлға әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Олардың қарау нәтижелері бойынша 10,5 миллион теңге айыппұл ретінде мемлекеттік кіріске өндірілді. Мысал келтіретін болсақ, орталық мемлекеттік органдардың және оның аумақтық бөлімшелерінің 28 мемлекеттік қызметшісі жауапкершілікке тартылды. 17 облыстық басқарма басшылары, 2 облыстық орталықтардың әкімдері, 6 аудандық әкім және 29 ауылдық округтердің әкімдері.